Сәлем достар, бұл Айдана, мамандығым акушер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы бетіңізге бөртпе шықса, қай ағзаны емдеу қажет. Сіздерден әрине лайк, комментарий каналыма жазылып, және видеоны соңына дейін көрсеңіздер. Адамның терісі ол адамның айнасы тәрізді, яғни денінің саулығынан сыр шертетін қағаз. Егер сіздің деніңіз сау болса, ол әппақ парақ. Ал егер қандай да бір ішкі ағзаңыздың қызметі бұзылатын болса, ол параққа міндетті түрде шимай түзеді. Егер бетіңізге, теріңізге қандай да бір бөртпе шығатын болса, ол құрбыңыздың немесе үйдегі ата-анаңыздың ұсынысымен, қандай да бір гигиеналық заттармен кете қоятын бөртпе болмауы да мүмкін. Сондықтан ол бөртпенің негізгі себебін анықтауымыз қажет. Көп жағдайда бөртпелер инфекцияның нәтижесінде немесе ішкі ағзаның қызметі бұзылғанда шығады. Әсіресе бетке, теріге шығатын бөртпелерді көбінесе дерматолог маманның кеңесіне жүгініп, негізгі себебін анықтауларыңыз қажет. Ал егер жыныс аймағыңызға бөртпелер шықса, онда гинеколог пен урологтың көмегіне жүгінуіңіз міндетті. Және де егер ағзаңызда созылмалы аурулар болатын болса, онда теріге, бетке бөртпелер шығып, улы заттардың барлығы бізге сигнал ретінде ағзамыз мен дұрыс жұмыс жасай алмай жатырмын, маған көмек керек деген сияқты сигнал ретінде бізге хабар беріп отырады. Осы бөртпе ретінде болсын, температура беру арқылы болсын, ауру сезімі, біз оған бейжай қарамауымыз керек. Енді бүгін бетке шығатын бөртпелер қандай ағзалардың қызметі бұзылғанда сол туралы әңгіме қозғамақпыз. Көбінесе иек аймағына шығатын бөртпелер ол жыныстық аурулар кезінде, яғни гормональдық бұзылыстар болған кезде, немесе жыныс ағзаларыңызға суық тиген жағдайда, әсіресе қыз-келіншектерде, мысалы етеккірге дейін етеккір кезінде осы иек аймағына шықса, онда гормональдық бұзылыстардың нәтижесінде болуы мүмкін. Яғни сізге жыныс ағзаларыңыз сізге хабар беріп жатыр, иегіңізге бөртпе шығару арқылы бізде бір нәрсе дұрыс емес деген сияқты. Оны біз сығып немесе қандай да бір гигиеналық құрылғылармен кетіріп тастағанмен ол қайтадан қайталанады. Себебі оның негізгі себебі бетте емес, жыныс ағзаларында болғандықтан жыныс ағзаларын емдеуіміз қажет. Және де бұл иекке шығатын безеулер көлемі жағынан өте үлкен және шыққанда да ауыртып шығады. Келесі, ол маңдайға шығатын бөртпелер көбінесе ішектің қызметі нашарлаған кезде, яғни ішекте инфекциялық аурулар болған кезде, немесе ас дұрыс қорытылмаған жағдайда осы маңдайға көбінесе бөртпе түрінде көрінуі мүмкін. Және маңдайға шығатын безеулер көп жағдайда өте ұсақ және де маңдайыңыз майланып кетеді. Бұл кезде біз міндетті түрде ішекті, яғни ас қорыту жолдарын тазалауымыз қажет, олардың қызметін жақсартуымыз қажет. Ал мына құлақ аймағына шығатын бөртпелер көбінесе иммунитет төмендеген кезде, суық тигенде шығады. Және ол бөртпелердің көлемі жаңғақ тәрізді, шишка тәрізді болып келеді. Олар яғни біздің иммунитетіміз түсіп кетті, біз қандай да бір ауруға шалдықтық деген сияқты бізге хабар беріп жатыр. Сондықтан міндетті түрде инфекцияны жоюымыз қажет. Ал бетке шығатын, яғни бет терісіне шығатын болса, онда ол өт қызметі нашарлаған кезде, көбінесе застой болған кезде, немесе өт дұрыс бөлінбеген, өте тас пайда болған кезде бетте бет сарғыштанып және бөртпе түрінде, қышитын бөртпе түрінде шығуы мүмкін. Естеріңізде болсын, осы өт қызметі бұзылған кезде, бауыр қызметі бұзылған кезде басқа бөртпелерден ерекшелігі олар қышу сезіммен бірге жүреді. Одан кейінгі қабақ аймағында шығатын болса, онда ол бүйрек қызметінің нашарлағаны, тек қана бөртпе шығып қоймайды, сонымен қатар көз аймағындағы ісіну пайда болуы мүмкін. Ал мұрын мен ерінде пайда болатын бөртпелер көбінесе ішектің қызметі нашарлаған кезде, яғни ас қорыту нашарлаған кезде. Ал ауыз қуысына шығатын бөртпелер ол инфекциялық жағдайда, яғни қандай да бір вирустық ауруды жұқтырып алған кезде болуы мүмкін. Одан кейін
мына қазіргі кезде ең жиі кездесетін аурулардың бірі кандида кезінде ірімшік тәрізді выделениямен бірге қызару сияқты бөртпелермен жүруі мүмкін. Және де ас қорыту жүйесі ең маңызды мүшенің бірі. Асқазан бұзылған кезде осы ауызда бөртпелер пайда болады. Одан кейінгі самай аймағындағы бөртпелердің пайда болуы ол көк бауыр қызметінің бұзылғандығын көрсетеді. Ол көбінесе сол жақ аймақтағы қабырға астындағы ауру сезіммен жаңағы қосарланып жүреді. Және де мысалға азғандай тамақ жесеңіз де тойып қалу сезімі және де лоқсу, құсу сезімімен жүрсе осы бөртпелер бірге, онда көк бауырыңыздың қызметі нашарлаған деген сөз. Сондықтан бетіңіздің немесе теріңіздің қай бөлігіне бөртпе шықса да, демек сіздің организміңіз сізге белгі беріп жатыр. Бізде бір нәрсе дұрыс емес деген сияқты. Соған сіз көңіл бөлуіңіз керек. Сіз өз организміңізді сезініп, соған қарай жауап беруіңіз керек. Және оны түзету ол сіздің ғана міндетіңіз. Сіздерге енді ұсынатын кеңесім, біріншіден, қай жеріңізге бөртпе шықпасын, міндетті түрде дәрігер маманның жаңағы консультациясына баруларыңыз қажет. Не үшін шығып жатыр, неге шығып жатыр деген сияқты. Мысалға, жыныс ағзаларына десе, гинекологқа барыңыздар, қыз балалары. Мүмкін сіздің етеккір циклыңыз бұзылған шығар, мүмкін гормоналдық фоныңыз бұзылған шығар. Егер солардың барлығын ішкі ағзаңызды қалыпқа келтіретін болсаңыздар, онда беттеріңіз ешқандай крем, майсыз, ешқандай жаңағы басқа құрылғыларсыз бетіңіз тазарады уақыт өте келе. Одан кейін тамақтану режимін сақтаңыздар. Тамақтану режимі салты өте маңызды болып табылады. Себебі сіз қандай тамақ жесеңіз, сіз сондай адам екеніңізді көрсетеді. Егер майлы тамақ жесеңіз, бетіңізде майласып тұрады деген сияқты. Сондықтан тамақ жеу өте маңызды. Және де сұйықтық мөлшері, әсіресе сұйықтық дегенде оған таза су. Таза судың мөлшерін арттыруыңыз қажет. Дене салмағыңызға байланысты оны 30 мл-ға көбейтесіз. Мысалға, сіздің орташа дене салмағыңыз 50 кг десек, онда сізге күндік тәуліктік сіздің нормаңыз 1,5-2 литр. Сол суды, сұйықтықты көп мөлшерде ішкенде сіздің ішкі құрылысыңыздың қызметі де артады. Одан кейін бетіңіздің, яғни теріңіздің құрылымы да жақсарады. Үшінші, өз бетінше ешқашанда ем жүргізбеңіз. Себебі айттым ғой, ол бетке шығатын бөртпелер қандай да бір ағзаның қызметі нашарлағанда шығады. Себебі сіз бетіңізді қандай да бір уход жасаймын деп косметологқа барып, тек қана бетін жақсартып қойсаңыз да, ол ішкі ағзаны дұрыс емдемегеннен кейін ол қайта-қайта сізге сигнал ретінде шығара береді. Және де оны жаңағы косметологқа барып тескізген сайын, қандай да бір процедурадан өткізген сайын, ол бетіңіздің терісін құртасыз. Сондықтан сіз негізгі себебін анықтап алыңыз. Сіздерге беретін кеңесім осы. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Ең бастысы жақсы көңіл күйде болыңыздар. Себебі кез келген аурудың негізгі ең басты себептерінің бірі ол нервтік жүйеден, соматикадан байланысты. Нейросоматикадан, егер көңіл күйіңіз жақсы болса, ол аурумен тез және жеңіл құтыла аласыз. Депрессияға түспеңіздер. Себебі әйел адамның денсаулығы ол болашақ ұрпақтың денсаулығы. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.